Саламатсыздар ма, сүйкімді қаншайымдар мен ханзадалар? Бүгінгі сабақ сіздерге өте қызық болады деп ойлаймын. Сондықтан сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Қазақ тілі 4-ші сынып, табиғаттың таңғажайып құбылыстары, зат есім. 68-ші сабақ. Бүгінгі сабақта зат есімнің тәуелдік жалғауларын, олардың түбірге жалғану ерекшеліктерін білеміз, мәтіннің қатесін тауып түзетеміз. 17-ші, мәтінді оқып тәуелдік жалғаулы зат есімдерді тап. Акула. Акула ешқашан тоймайды. Аузына не түссе, соны жұта береді. Оның асқазаны өте мықты. Жұтқанының бәрін қорытып үлгермесе де, өзіне ешқандай зиян келмейді. Бір акуланың асқазанынан неше түрлі заттар табылған. Мысалы, акуланың ішінен пошта жәшігі, бірнеше консерві, банкісі, алтын теңге мен қымбат әшекейлер, көзілдірік, қол сағат, кастрюль, шеге, аттың тағасы шыққан. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді үш жақта тәуелдеп жаз. Бұнда қарамен жазылған сөздер заттар, көзілдірік. Бұндағы зат есімдер, тәуелдік жалғаулы жалғанған зат есімдер, жәшігі, банкісі, асқазаны, тағасы. Енді тәуелдік жалғауға жіктейміз. Жекеше түрінде менің заттарым, сенің заттарың, сіздің заттарыңыз, оның заттары. Көпше түрде біздің заттарымыз, сендердің заттарың, сіздердің заттарыңыз, олардың заттары. Көзілдірік. Жекеше түрі менің көзілдірігім, сенің көзілдірігің, сіздің көзілдірігіңіз, оның көзілдірігі. Көпше түрде біздің көзілдірігіміз, сендердің көзілдіріктерің, сіздердің көзілдіріктеріңіз, олардың көзілдіріктері. Тәуелдік жалғауы жалғанғанда қай сөздің соңғы дыбысы өзгерді? Себебін түсіндір. Бұнда көзілдірік сөзінің соңғы дыбысы өзгерді. Яғни к дыбысы тәуелдік жалғауы жалғанғанда г дыбысына айналып кетті. 18-ші. Әріптер қатарында жасырынған сөйлемді оқып көр. Балалар, мына берілген кестеге қараймыз, онда стрелка бойынша бұнда жасырынған сөзді табамыз. Стрелка көрсетіліп тұр, соған қарай бұнда табиғат, тіршілік, көзі деген сөйлем шығады екен. Тапқан сөйлеміңді жазып, тәуелдік жалғаулы сөздің астын сыз. Бұнда тәуелдік жалғаулы сөз, ол көзі. Оның көзі, яғни үшінші жақта тұр. 19-шы. Мақалдың қатесін түзеп жаз. Өсер елдің баласы жанжалшыл келеді, өшер елдің баласы арманшыл келеді. Яғни бұл жерде екеуінің орындары, екі сөйлемнің орындары ауысып тұр. Өсер елдің баласы арманшыл келеді, өшер елдің баласы жанжалшыл келеді. Мақалдың мазмұнын топта талқыла. Шығармашылық үзіліс. 20-шы. Ребусты дұрыс шешсең, төмендегі жұмбақтың жауабын табасың. Күндегі тамағы балықтың шабағы. Теңізге барғандар жағадан табады. Жұмбақтың шешуі шағала. Балалар, ребусты суретке қарап шешеміз. Ребустың шешімі шабақ. Жұмбақта тәуелденіп тұрған зат есімдерді тауып, қай жақта тұрғанын айт. Бұндағы тәуелденіп тұрған зат есімдер тамағы, шабағы, яғни тәуелдіктің үшінші жағында тұр. 21-ші жаттығу. Жақшадағы сөздерге тәуелдік жалғауларын жалғап жаз. Біздің халық бақытты, мемлекеттің мүлік шашпа, сенің дауыс естіледі, ораз ерін жыбырлатты.
Енді осы сөйлемдерге тәуелдік жалғауын жалғайтын болсақ, біздің халқымыз бақытты, мемлекеттің мүлкін шашпа, сенің даусың естіледі, ораз ернін жыбырлатты. Түбір сөздер тәуелденгенде қалай өзгерді? Яғни, тәуелдік жалғауы жалғанғанда сөздер өзгерді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса комментарийға жазып қойыңыздар.